Атырау қаласын көгалдандыруға облыс әкімдігімен бекітілген өңірлік жоспарға сәйкес 2025 жылға биылға 50 мыңға жуық ағаш егу жоспарлануда. Бұл ағаштарды жалпы отырғызатын Атырау қаласында ірі мұнай мекемелері меморандум аясында өтемдік отырғызу арқылы және демеушілікпен жүргізеді. Ол жасыл желектер егу жұмыстары Атырау қаласында тұрғындар көп жиналатын жерлер, оның ішінде саябақ, сквер және орталық алаңшалар. Бұған қоса көшелерде жоспарланды. Атырау қаласында жалпы 133 мыңға жуық жасыл желектер тіркелген. Оның ішінде мердігер мекеменің 95.500-ге жуық жасыл желектер күтіп ұстау, баптау жұмыстары жүргізілуде. Ал қалған 37 мың ағаштар әртүрлі мекемелер және КСК қарауында тұр. Мердігер мекеме Казпидормстроймен 2025 жылы 95.500-ге жуық ағаш, 20.474 сызықтық метр бұталар, 183.764 шаршы метр көгал жамылғысы және 12.800 гүлзарлар күтіп ұстауда. Оның ішінде 11.000 шаршы метр көп жылдық гүлзарларға күтіп ұстау, баптау жұмыстары жүргізілуде. Бұған қоса Атырау қаласында А27 Атырау-Астрахань, А28 Атырау-Орал, Атырау-Индер, Атырау-Доссор тасжолдарында жасыл желектер отырғызу жұмыстары жүргізілуде.